Bizning әти мәрхүм исәннәрмесез беренчедән. Безнең әти мәрхүм элек газет укыйдыр, районный, мәсәлән, өлкә, ягъни областной газетны, тагы кайда сельский жизнь укый да. Үтрек ди. Мин ул вакытта инде мәктәп мин тәрбияләгән, кинолар тәрбияләгән. Мин бер санарга иштер шанмыйча карыйдырым. Ул үтрек дигән мәсәлән мин Чаллыга, Татарстанга килгәч бер дә ишетмәдем андый сүзне. Мен әйтәм, бу ничек инде сүзлектән чырып калдырганнар. Шунасын соңдан күп сүзләрне аңладым инде ул. Шунда казак халкыннан кергән безгә татарларга. Мәсәлән, үтрек, казакта да үтрек, ягъни ялган. Кайсы сүзләр, мәсәлән, татар әйтә шаршадым ди. Монда аңламаслар татарлар. Анда казаклар мәсәлән шаршадым ди. Бездә шал дигән, аларда мәсәлән шал. Аны инде беләсездер, бәлки. Вот. Минем әле бер ногай дусым да әле, мин Одессада йөрсәм, ул миңа җибәргән SMS-ка. Ты шаллы дип, мин аны аңламадым, әйтәм, нәрсә шаллы дип. Ул шул сораша икән. Менә сез кемдер карагандыр, кемдер битараф калгандыр, кемдер игътибар итмәгән инде. Анда Мулла Нур Вахитов хакында видео мин ясадым. Аның зиндандан, ягъни төрмәдән хатлары. Шуннан соң инде Султан Галиевны ту хакында академик, безнең Татарстан академия фәннәр инде академиясе, академиге Индус Тагиров мәсәлән, аның язуы Султан Галиев хакында. Шунда безгә Советтар Союзында алар хакында берәр сөйләмиләр, сорасаң да юнәп әйтмиләр, тырышалар бездән шуны яшерергә. Шуны менә уйлап торам, әйтәләр бит, мина замедленное действие дип. Алар инде уйлаганнар, мәсәлән, теге вакытында Германиядә бит хөкүмәттә килгәннәр, урысча әйтмешчә властька. Тысячелетний рейх дип. Булар да уйлаганнар инде 1000 яшәрбез без, безнең большевистский власть, шуңа күрә без анларны яшереп торырбыз дип. Аны Аллаһка шөкер перестройка килде дә күп исемләрне безгә күрсәтә башладылар. Аларның тормышларын юктан буктан гафу итегез, туры әйткән өчен гаепсез кешеләрнеме. Шунда да булса, нинди гаеп булырга тиеш инде, кешеләрне шулай азаплап, имеш атып, юк итеп алар турынан истәлекне юк итеп, тарихтан алып ташлап исемләрен. Мәсәлән, шул теге Сталин белән фотога төшкәннәр, Ягодамы, кемме шуларында соңдан алар башта бик тырышканнар, орденнар, ник аларга орденнар биргәннәр, соңдан юк иткәннәр. Алар инде вакытында кан кыйган кешеләргә бирмәсә дә булар орденнарны. Соңдан инде орденнар биреп, аны юк итеп торганнар. Шуны әйтәсе килә. Ул чорда инде кем күпме тырыш куйган. Шунда Сталин чорында төзелеш өчен шунда теге Беломор канал. Аларны барысында берсенә кадерен белмәгәннәр, юк иткәннәр. Менә мин әле урысча тагы сөйләгәндә бер әйтермен, нәрсә төзелеш. Хәзер инде икенче сюжет булса, әйтәсем килә. Мәсәлән, мин менә безнең авылыбыз Покровка дигән аталган, элек Жеренкүл базары, аның алдыннан әле казакның бер бай казакның йорты булган, шунда нәрсә булган, урысча әйтмешчә стоянка. Җәйге Кызыл дип атаганнар. Шул Покровкада әйтәсе килә, 1880 елда оешкан ул авыл. 1920 елда, 21-22 елда ул инде менә ачлык булгач, базар биткән, анда бик зур базарлар булган, хәтта Каспий диңгезеннән килгәннәр караваннар, дияләр, шуны әйтәсе килә. Шул 40 ел арасында күпме анда агач йортлар төзеп бетергәннәр. Соңдан берсәле мине интернетта миңа язып бәхәсләшкә тотынган име, әйтәм әйдә, пари заключим, әйтәм, не нотариально заверим. Шунасын түләрсең миңа, мәсәлән, $20,000, $10,000, күп манда акча, мин сиңа дәлиллим, мин хак икәнне.
Ол қорқты да башқа айтмады. Ол айтаймыш, ялған язасың, Сталин шырында түзділер, бек көп түзділер. Мен айтам, келді біздің ауылға айда. Документтар құптарық, қарық. Сталин шырында бұқты түзмәділер бізді. Ижебіріп ташлаған әлі болған йұртларыны көбісін. Міне байларын йұртларын енді, әнді байлары қайсылар енді землянкада тұрған енді шында әти мәрхім айтады, сарығы көп болады аларына, бұлай деяларды. Әлі енді йұртлары бек бай болмады. Ақаш йұртлар болған қайсылары кетіріп байлар шында түзген енді йұртыны. Ансы бар, хақ ансы е. Вот. Шуны айтасы келі, 40 ел арасында көпме йұртлар түзгенлер алар. Хатта мәшет түзгенлер. Ширкәуіне әйтмей, біздің ағаш ширкәулері мәшет таштан. Чөнки ағаш ширкәу олы бек сан алмаса да бұла. Мәктәп түзгенлер анда, кирпіштен. Хатта біз аны нече ел бойына Советлар Союзында көпме қолландық аны. Енді тек 1970 елнымы тек анда енді екі қатылы йұрт түзген болғанлар е, шундаймыш мәктәп ашқан болып, аны да юнлі болмады ол мәктәп, так себе енді ұршы айтмышлы, шунасын бір типовой деп атылар, шул бір мәктәп түзділер енді аны. Вот шуны айтасы келі. Бір нәрсе түзілмеді. Ну, түзілгендер енді фермалар. Мене шул тігі сталинский индустрия деген алар, шул тігі Беломор канал, тігі кішілеріні, ғайыпсыз кішілеріні шунда қолға алып, кішілеттіргенлерінде шунда шерті бітіргенлері қолықны Петр I шекілі, мәселен. Шунасын тағы нәрсе. Шул мене мұнда да ауылда шул тігі, мәселен, центральный ремонт мастерский алар да әлі шул совхоз үйшқашқына. А колхоздың ақшасы да болмаған, бір нәрсесі болмаған. Бір нәрсе түзе алмағанлар шул шақта. Вот. И шул бір нәрсе түзілмеген. Шуны айтасы келі. Бір нәрсе болмаған. Бізден ешіріп, міне алда барған біздің ұршы айтмышы передовой строй, бүтін Африкаға ярдәмләр қылған, тігілеріне мақтанып, міне біз шундай алға кеттік, сіз социализм юлын сайлағыз, тігілей бұлай деп, бізге оқытушы айтадыр, университетті қайсы дей, қара халықты анда Африкадан дей, СССР-нің ұршы айтмышлы позициясын яқлап, оғында қол көтереді, шунда солидарный голосование деп атылар енді ұршы. Ол де Брежнев ма, кім алар, Хрущев маларға ақшаны түгіп дейміне. Өзін халығынан тартып алып, ішлеген халықны талап, шул қара халықларға, бүтін Африкадағы режимларға, міне біз Советлар Союзы күшілі байымыш. Біз бір гіна проблема бізде қалды, қайда артық ақшаны қойырға деп. Шундай аңлаттырға тырышқанлар енді. Шуны айтасы келі. Көбісі бізде міне хайыршелікте яшадылар, землянкаларда, ерлері көбісін мен қар есімді енді ескертшіре башадым енді ерлері болмадыр, әбейлерінің бүріз яшилері бек кішкіна пенсиянысында соңыдан ғыналы Хрущев шырындағына бере башадылар пенсияны 12 сум қортайған кішіге пастар седіп біздің байға да мәселен неше ел алар ашлы тоқлы яшилері землянкалары тігі тол, қора тол білен тек қоплаған шындай тол шул землянкалары бар яларын қатта бір нәрселер де болмады аларының келген ақшаны бәрісін емеш міне біз Германияға, ГДР, біз аларын көтереміз деп мақтанып, ярыштылар Америка білен, тігінде План Маршалы күнбатыш Европада, емеш Германияда, шында күнбатыштағы Германия бөлімінәмі, Америка, План Маршалы нейді рәуішінде мені шында ярдам етті. Бұл емеш СССР-да бізді қалмайбыз деп, ГДР-ны көтерәбіз деп, тұрыштылар енді шыларға ярдам етіп, тұрышқан бұл бір нәрсе болды ма, репарация болды, конечно. Анысы не енді шексіз, нешін? Шексіз, яғни без сомнения. Бұтан нәрсе айтып болмайынды нәрсе алар берділер. Шында жесіп келі, бір нәрсе әшірелмәді халық үшін. Тек ялған да ялған, тұрыштылар тек міне бізді алдап, ғұмыр еллар, дистелер ел болар дәуірінде бізді алдап, міне біздің алдағы барған дүнияда ұршы айтмышы передовой строй деп, бізді тек алдарға тұрыштылар. Мен қазір менде тамамлайым, есен сау болығыз, тағы қарарсыз тілесәгіз, рахмет, иқтибарыз.